Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 52-ші сабақ. Тақырыбымыз көп таңбалы сандарды жазбаша бөлу. Сабақты бастамас бұрын каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта көп таңбалы сандарды жазбаша бөлу алгоритмін орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Ауызша есепте әр бағандағы өрнектердің мәнінің қосындысын тап. Сонда сен суретте бейнеленген қазақ жазушылары мен ағартушыларының аты жөнін білетін боласың. Біріншісі бізде 241 көбейтілген 2000, 96300 бөлу 300, 560 000 бөлу 80, 72 000 бөлу 8000 берілген. Бізде 241 көбейтілген 2000, 241-ді 2-ге көбейтеміз 482, 2000-ның 3 нөлін жалғаймыз 482 000. 96300 бөлеміз 300, 321, 560 000 бөлеміз 87 000, 72 000 бөлу 8000, тең 9. Барлығының қосындысы 489 330. Мағжан Жұмабаев шығады екен. Екіншісі 320 көбейтілген 99, 31680 шығады. 320 көбейтілген 1001, 320 320 шығады. 320 көбейтілген 300, 96 000, 23 400 көбейтілген 20, 468 000. Яғни барлығының қосындысы 316 000 шығады екен. Шәкәрім Құдайбердиев. Үшіншісі 45 көбейтілген 99, 4455, 45 көбейтілген 1001 тең 45 045, 45 көбейтілген 1000 45 000, 320 көбейтілген 1000 320 000, барлығының қосындысы 414 500. Сәкен Сейфуллин. Төртіншісі бізде 200 көбейтілген 240, 4800, 72 000 бөлу 980, 540 000 бөлу 69 000, 3700 көбейтілген 740 000, барлығының қосындысы 797 080. Ахмет Байтұрсынұлы екен. Екіншісі жазылуын және есептеу тәсілін түсіндір. Бізде 29900-ды 460-ге бөлу. Яғни 460-ның 1 нөлімен 29900-дің 1 нөлі қысқарады. Сонда бізде 299-дан аламыз. 299-ның ішінде 46, 6 рет кездеседі. 276 болады. 299-дан 276-ны алғанда 23 қалады. 1 нөлді қоямыз 23-тің орнына. 230-ның ішінде 46 5 рет кездеседі. Яғни теңдігіміз дұрыс екен. Дәл осы тәсілмен екінші есепті шығарамыз. 27200 бөлінген 320. Яғни бізде 27200-ді 320-ға бөлгенде 320-ның 1 нөлімен 27200-дің 1 нөлі қысқарады. Сонда бізде 2720 қалады. 2720-ны 32-ге бөлеміз. Сонда 272-ның ішінде 32 8 рет кездеседі. 256, 272-ден 256-ны азайтамыз 16, 16-ның қасына 1 нөлді қоямыз, 160 болады. 160-ның ішінде 32 5 рет кездеседі. Теңдігіміз дұрыс деген сөз. Тағы қалған есептерді де дәл осы түрде нөлдерін қысқартып әрі қарай шығарамыз. Үшінші, есептеп дұрыстығын тексер. Бұл жерде де 14880-ді 620-ға бөлгенбіз. 14880 мен 620-ның нөлдері қысқарады. Сонда бізде 1488-ді бөлеміз 62-ге. 148-дің ішінде 62 2 рет кездеседі. 124, 148-ден 124-ді азайтамыз 24, 8-ді қоямыз 248 болады. 248-дің ішінде 62 4 рет кездеседі. 248-ден 248-ді азайтамыз 0 болады. Дәл осы түрде қалған есептерді шығарамыз. Сондай-ақ көбейтумен тексеру үшін 620-ның 0-ін санамай 62-ге 24-ті көбейтеміз. 2-ге 4 8, 2-ге 4-ге 6 24, 2-ге 4, 2-ге 2 4, 2-ге 6 12 мәні жаздық. Енді қосамыз 8, 8, 4 1, 1488 және 620-ның 1 нөлі 14880 шығады екен.
Дәл осы түрде қалған есептерді де шығарамыз. Төртінші есеп, теңдеулерді шеш. Бізде берілген 570 көбейтілген x азайтылған 4700 тең 13540. 570 көбейтілген x тең 13540-ты қосамыз 4700-ге. 570 көбейтілген x тең 18240 болады. X тең 18240-тан бөлеміз 570-ті, x-іміз 32-ге тең екен. Екіншісінде дәл осы түрде шығарамыз. Екіншісі жақшаның ішінде 31 көбейтілген 550 азайтылған x көбейтілген 120 тең 10200. Яғни жақшаны ашамыз, 31-ді көбейтеміз 550 азайту x тең 10200 бөлеміз 120, 17050 азайту x тең 85, x тең 17050 азайтамыз 85, x-іміз тең болады 16965-ке. Бесінші есеп. Есепті диаграммада берілген мәліметтермен толықтыр және шығар. Отбасында 3 бала бар. Анасының жасы барлық баласының жастарының қосындысынан 5 жас артық. Әкесінің жасы Арман мен Бауыржанның жасының қосындысынан 3 есе артық. Кімнің жасы үлкен, әкесінің бе әлде анасының ба? Қанша жас үлкен? Яғни бізде Бауыржан 5 жас, Арман 10 жас, Ерлан 18 жас, анасы жас 5 жас артық балаларыныкінен, әкесі 3 есе артық. Яғни 5-ке 10-ды 18-ді қосамыз, яғни барлық балалары 33 жас, барлық балаларының жастары қосындысы. Анасының жасы 33-ке қосамыз 5-ті, 38 жаста, 5-ті қосамыз 10, Арман мен Бауыржанның жастарының қосындысы 15 жас, 15-ке 3-ті көбейтеміз 45 жас әкесі, яғни 45 үлкен 38-ден, яғни әкесі үлкен анасына екен. 7 жасқа үлкен екен анасынан. Алтыншы есеп. Жазбаша есепте және тексер. 440 көбейтілген 440. Бізде 440-қа 440-ты көбейтеміз. Бірінші 4-ке 4-ті көбейтеміз. 16 бір ойда, 16 ойдағымен 17. 4-ке 4 16 ойдағымен 17. Енді қосамыз 6, 6-ға 13 бір ойда, 8 ойдағымен 9, бір орнына түседі. Сонда 1936 және 2-0. Бізде 193.600 деген сан шығады екен. Дәл осы түрде тексереміз. 193.600-ді 440-қа бөлеміз. 440-тың нөлі мен 193.600-дің бір нөлі қысқарады. Сонда 193-тің ішінде 44 4 рет кездеседі, 176, 17 қалады, 17-ның ішінде 17-ның қасына 6-ны қоямыз, 176-ның ішінде 4 рет, теңдігіміз дұрыс екен. Қалған есептерді де дәл осы тәсілмен шығарамыз. 7-ші есеп бізде бос орындарды толтыр дейді және есепте. Бізде А 9045, Б 15, А-ны көбейтеміз, Б-ға қанша екен жазуымыз керек. А-ны бөлеміз Б-дан қанша екен жазуымыз керек. Яғни бізде бірінші А-ны Б-ға көбейтеміз, 9045-ті 15-ке көбейтеміз, 135675. А-ны бөлеміз Б-ға, 9045-ті 15-ке бөлеміз, 603. Екіншісі 6936-ны 68-ге көбейтеміз, 471648. Екіншісі 6936-тан 68-ді бөлеміз, 102 шығады екен. Үшіншісі 31-ді көбейтеміз 75-ге, 2325. 2325 бізде бұл жерде басқаша е. А-ны бірінші 75-ге көбейтеміз, 2325, 2325-ті 75-ге көбейтеміз, 174375. Үшіншісі 7344-ге көбейтеміз 34-ге, 249696. 7344-ті бөлеміз 34-тен, 34-ті 216 шығады екен.
Бесіншісі, бізде 525-тен бөлеміз 25-ті, 21 шығады. 525-ке көбейтеміз 21-ті, 11.025 шығады екен. Жетінші А кестедегі сандық мәліметтер мен әріпті өрнектерді қолданып есеп құрастыр дейді. Яғни бізде бір орамда 15 метр, орам саны белгісіз, барлығы 9045 метр. Шешуі 9045-тен бөлеміз 15-ті, 603 орам бар. Және уақыты 75 секунд, жылдамдық 31 метр секундына, арақашықтық белгісіз. Арақашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытта көбейтеміз. 31-ді 75-ке көбейтеміз, 2325 метр. Автобус 2325 метр қашықтықты жүріп өтті. Дәл осы түрде басқа да сандарды қолданып есептер шығарсаңыздар болады. 8-ші есеп. Есептеу алгоритмін құрастырып, өрнектердің мәнін тап. Яғни бізде берілген 345 қосылған 543, көбейтілген 23, азайтамыз жақшаның ішінде 12327, қосамыз 21345, бөлу 23. Бірінші амал бізде 345-ті 543-ке қосамыз, 880 болады. Екінші амал 12327-ні 21345-ке қосамыз, 33672. Үшінші амал 880-ге көбейтеміз 23-ті, бізде 20424. Төртінші амал 33672-ден 23-ті бөлеміз, 1464. Бесінші амал 20424-тен азайтамыз, 1464-ті, 18960 қалады екен. Жауабы 18960. Екіншісі 893.709-дан азайтамыз, 432.601, азайтамыз 397.690. Көбейтеміз, жақсаны жабылған, көбейтеміз 12, қосылған 129.001. Бірінші амал 893.709-дан азайтамыз, 432.601 тең болады 461.108-ге. Екіншісі 461.108-ден 397.690-ды азайтамыз, 63.418 қалады. Үшінші амал 63.418-ге көбейтеміз 12-ні, 761.016, 761.016-ға қосамыз 129.001-ді. Сонда 890.017. Жауабы 890.017 шығады екен. 9-шы есеп. Ойлан және жауап бер. 1 грамм, 3 грамм, 9 грамм, 27 грамм, 81 грамм тартатын кіртастар мен табақшалы таразыны пайдаланып 100 грамм күрішті қалай өлшеуге болады? Яғни, кіртастар 1 грамм, 3 грамм, 9 грамм, 27 грамм, 81 грамм. Таразының оң жағына 81 грамм кіртас, 9 грамм кіртастан 2, 1 грамм кіртас. Яғни 81 қосылған 9 көбейтілген 2, қосамыз 1, 81 қосу 18, қосу 1, 100 грамм болады. Таразының сол жағына 100 грамм күріш. Басқа да нұсқалары 27 грамм көбейтілген 3, қосамыз 9 грамм көбейтілген 2, қосу 1 грамм, 100 грамм болады. Немесе 81 грамм қосамыз 9 грамм, қосамыз 3 грамм көбейтілген 3, қосу 1 грамм, 100 грамм болады бұлда. Немесе 27 грамм көбейтілген 2, қосамыз 9 грамм көбейту 5, қосу 1 грамм. Бұл да 100 грамм шығады екен. 10-шы есеп. Есепте 30.660-ты бөлеміз 420-ға. Бұл жерде баған түрінде шығарамыз. 306-дан аламыз. Мына 330.660-тың нөлі мен 420-ның нөлі қысқарады. Сонда бізде 3066-дан 42-ні бөлеміз. 306-ның ішінде 42 7 рет кездеседі. 7-ге 42-ні көбейтеміз, 294. 306-дан 294 азайтамыз, 12. Соңғы қалған 6-ны 12-ні соңына жазамыз. 126-ның ішінде 42 3 рет кездеседі. 126 азайтамыз, 0 болады. Дәл осы түрде қалған есептерді де шығарамыз.